оқушылар, бүгін бізде дүниетану сабағы. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық жасап жіберейік. Әрбір ісім оқу білім адамды. Әрбір сөзім шындық бірлік адамды. Әрбір адам тусын, досын, шуағар. Әрбір сабақ үйрену, оқу, қолағар. Олай болса балалар, біздің әрбір сабағымыз осы үйренумен өтетін болады. Алдыға бір қадам жасап, сіздерге сұрақ қоятын боламыз. Сіздер сол сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Ересек адамдарға арналған мектеп қалай аталды? Айтамыз. Қызыл отау. Жарайсыңдар. Алғашқы алгебра оқулығын кім жазды? Аят айта ғой. Қайсықбай. Қай жылдары 6 жастан бастап оқу қолға алынды? Сұлтан. 1980-1990. Жаңа сабағымыздың тақырыбын білу үшін ребус шешетін боламыз. Бірінші ребусты кім шешеді? Диар айтамын. Тоқтар деген сөз шешеді. Жарайсыңдар, өте жақсы. Келесі ребусты Сұлтан шеше ғой. Тоңғош. Келесі ребус Сарытоп айта ғой. Ғарышкер деген сөз шешеді. Олай болса, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері деп аталады. Сабағымыздың мақсаты өмірбаяндық мәліметтерге сүйене отырып шығармашылық және еңбек салаларындағы көрнекті қайраткерлердің елімізге сіңірген еңбектері туралы мазмұндау. Олай болса балалар, қазіргі көрсететін видео көрсетілімді мұқият қарап алыңдар. Бұл сіздердің қазір жасайтын жұмыстарыңызға керек болады. 91 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш рет қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Кейін ғарышкерлер қатарын Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетовтер толықтырды. Тоқтар Әубәкіров алдына қойған мақсатына жете алған батырдың айқын үлгісі. Ол бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Атақты ұшқыштар Талғат Бейелдин мен Нұркен Әбдіріпті үлгі тұтқан. Тоқтар 18 жасында Қарағандыдағы ұшқыштар үйірмесінде жаттықты. 1965 жылдың маусымында бірінші рет ұшақпен көкке көтерілді. 1969 жылы Армавирдегі жоғары әскери авиация училищесін аяқтады. Содан 10 жыл өткенде Мәскеудегі авиация институтында оқып, сынақшы ұшқыш дәрежесін алды. Жаңа авиация техникаларын сынақтан өткізу барысында көрсеткен ерлігі үшін 1988 жылы Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Олай болса балалар, біз бүгінгі сабағымызды болашаққа саяхат деп алғымыз келіп тұр. Мен болашаққа саяхат жасағым келіп тұр. 2037 жыл біздің Қазақстаннан, Байқоңыр айлағынан ғарыш кемесі ұшқалы тұр. Ол ғарыш кемесімен ұшатын ғарышкеріміз біздің, менің шәкірттерімнің бірі, сіздердің орталарыңыздан бір ғарышкер ұшады. Ғарыш кемесі жолға жүруге дайын болмайды, кедергілер кездесіп тұр. Сол кедергілерді өту үшін тапсырма орындауымыз керек. Қазір әр топтың тапсырмасын беретін боламын. Бірінші топтың тапсырмасы бір сөйлеп, 5 сөйлем. Тоқтар Әубәкіровтің өмірбаяны туралы жазасыздар. Екінші, Тоқтар Әубәкіровтің елімізге сіңірген еңбегі туралы жазасыздар. Мына жерде дерек көздері энциклопедиядан қарауға болады. Екінші топтың тапсырмасы Қазақстанның ғарышты игеру саласындағы жетістіктерін сипаттау. Сіздердің дерек көздеріңіз интернетпен қарауға болады, оқулықтан қарауға болады, жаңа көрген видеороликтеріміз бар, содан білгендеріңізді жазуға болады. Үшінші топтың тапсырмасы зымыран сөйлейді. Ғарышкерге тән қасиеттер жазады. Төртінші топтың тапсырмасы мозаика. Қима қағаздар беріледі, содан сурет құрастырып, сол туралы әңгімелеу керек.
Балалар, жұмысымызды аяқтап болсақ, бірінші топтан бастап шыға қояйық. Дауысын шығарайық. Технология ғылымдарының доктор профессоры. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 1946 жылы 27 шілдеде туған, Қарағанды облысы. Қазақтың тұңғыш ғарышкері, Қазақстанның еңбек сіңірген ұшқыш-сынақшысы, Қазақстанның халық қаһарманы, авиация генерал-майоры. 1996-2000 жылдары Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі кеңесшісі болған. 2000-2001 жылдары Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесі хатшысының орынбасары. Кеңістігіндегі ерлігі үшін Гиннес рекордтар кітабына енген. Үш топ тапсырмаларды алып келе қойыңыз. Әйдетов қазақ ғалымдарының тапсырмасы бойынша физикалық, техникалық тәжірибе жүргізген. Бұл ғарышкерлерді ғылымға қосқан үлесі зор. Ғарыш игеруде Қазақстаннан тағы бір жобасы бәйтерек. Ғарышты игеру басты мәселе. Ғарышты игеру экономиканың дамуына, адамға қажетті игіліктерді жүзеге асыру үшін маңызды. Қазақстанның ғарышты игеру саласына Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов зор үлес қосқан. Жақсы, жарайсың. Үш топ тапсырмалардан келе қой. Зымыран сөйлейді. Ғарышкерге тән қасиеттерді айта ғой. Денсаулық, шыдамды болу, еңбектену, білім алу, батырлық, спортпен шұғылдану, ұшқыштарды үлгі тұту, алған бетінен қайтпау, тұрақтылық, арманшыл ержүрек. Жарайсыздар. Сонда ғарышкерге тән қасиеттер бізде ең алдымен денсаулығы мықты болу керек, шыдамды болу керек, еңбектену керек, спортпен шұғылдану керек деп. Жарайсыздар, өте жақсы. Келесі төртінші топтың тапсырмасы шыға ғой. Сіздерге мозаика болу, иә? Мозаика құрастырды. Енді сол мозаикада шыққан бейне туралы әңгімелеу. Талғат Мұсабаев 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы кентінде дүниеге келген. 1994 жылы ғарышқа бірінші рет ұшқан кезінде Союз ТМ-19 ғарыш кемесімен ғарышта 126 күн болды. 1998 жылы ғарышта екінші рет болған кезінде Союз ТМ-27 ғарыш кемесімен ғарышта 208 күн болды. 2001 жылы ғарышта үшінші рет болған кезінде Союз ТМ-38 ғарыш кемесімен ғарышта 8 күн болды. Келесі бейне бізде кім? Айдын Айымбетов. Айдын ақын ұлы Айымбетов 1972 жылы Алматы облысында дүниеге келген. 2015 жылы 2-ші қыркүйекте ұшты. Жарайсыздар. 2015 жылы 2-ші қыркүйекте ғарышқа ұшқан екен. Бізде келесі дәптермен жұмыс, дәптерімізді аша қояйық. Екінші бет. Екінші тапсырма. А2 қараңдар, бәрі дәптерге қарайық. Қазақстандағы ғарыш айлағы жайлы білгеніңді жазыңыз. Ғарыш айлағы бізде қайда орналасқан? Кім айтады? Айда ғой. Байқоңыр Қызылорда облысында Қырматы ауданында орналасқан. Іргесі 1955 жылы қаланды. 1957 жылы 4 қазанда алғашқы ракета ұшырылды. 1961 жылы 12 сәуірде Юрий Гагарин ұшты. Олай болса дәптерімізге осы байқоңыр туралы мәліметті жазатын боламыз. Балалар, біздің ғарыш кемеміз сіздер тапсырманы жақсы орындағаннан кейін ғарышқа ұшты. Ол ғарышта 15 күн болып, жерге қайта қонуға дайындалды. Олай болса, ол ғарышкердің кім екенін білу үшін бізде арманға жетудің 5 қадамын жасауымыз керек. Тоқтар Әубәкіров арманына жету үшін қандай 5 қадам жасады? Соны жасауымыз керек. Тоқтар Әубәкіров арманына жету үшін қандай 5 қадам жасады деп ойлайсыздар? Айта беріңдер. Арманшыл болды, сосын ұшқыштарды үлгі тұтты деп тағы білім алды, сосын еңбектенді, сосын спортпен шұғылданды, иә, тағы да істеді арманына жету үшін. Айтқаннан қайтпады. Жақсы, олай болса мақсатқа орналастырайық. Келе ғой, Парасат. Біріншісін орналастыра ғой, Сұлтан екіншісін орналастыра ғой, Таня тек үшіншісін,
қолынан келді. Олай болса Тоқтар Әубәкіров не істеді? Арманына жетті. Сонда арманға жетудің 5 қадамы бізде ұшқыштарды үлгі тұтты, армандарды, еңбектенді, спортпен айналысты, білімін жетілдірді және оның қолынан келді. Жарайсыңдар, өте жақсы. Біз тапсырманы орындадық. Олай болса біздің ғарышкеріміздің кім екенін білу үшін тақтаға қарайық. Біздің болашақ ғарышкеріміз біздің сыныбымыздан шыққан Ибраим Зияров. Біз осылай армандадық. Болашақта Ибраим Зияровтың ғарышкер болады. Қазақтан шыққан ғарышкер болады. Армандарыңыз орындала берсін. Балалар, олай болса, ойын-ойнай цифрлар сыры деп аталады. Мына жерде 1965 жыл деген сан тұр, иә? Бұл сан нені білдіреді? Біздің бүгінгі сабағымызға қатысты. Нұрай айта ғой. Тоқтар алғашқы рет ұшақпен көтерілді. Дұрыс па? Жарайсың. Келесі. Дұрыс па, дұрыс емес па тексеріп жатырмыз. Келесі 1995 жыл. Айта ғой Нұрай. Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атағын алды. Дұрыс па? Халық қаһарманы атағын алды. Тексереміз. Дұрыс па екен? Келесі 1946 жыл. Сұлтан. Тоқтар Әубәкіровтың туылған жылы. Туылған жылы. Дұрыс екен. Келесі 1996 жыл. Президенттің кеңесшісі болды. Қазақстан Республикасының президентінің кеңесшісі болды. Дұрыс, өте жақсы. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Енді сіздер бүгінгі